London is the capital of Great Britain. Ассаламу алейкум достар. Сіздермен бірге Мұрагер Мұратов және Пари матч YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін лондондық дерби, яғни Челси және Тоттенхэм арасындағы ойынды бірге тамашалайтын боламыз. Ендеше кеттік ал! Достар, негізі Лондон өте керемет қала, адам өте көп. Дегенмен бар ғой, бүгін міне біз Лондонның дәл ортасында, артында Биг Бен, ешқандай бір футбол атмосферасы естілмеуде. Жүріп бара жатқан адамдардан сұрап көрейік, бүгін қандай матч болатынын білем екен. You know today Chelsea will play against Tottenham in London. Yes. You know it. Yes, we know. Will you attend this match? No, unfortunately we don't have tickets. Do you know today Chelsea will play against Tottenham? Yes. Do you know about that? Or you didn't know about that? No. Okay. It means you're not gonna attend the match. No. Достар, адамдардың енді көбісі біледі, көбісі білмейді. Дегенмен мінекей біз онда метромен Лондонның ортасынан Стэнфорд Бриджға аттанамыз. Стэнфорд Бридж, айта өтсек, Лондонның батысында орналасқан. Мінекей достар, өзіміздің де аялдамамызға жеттік. Ең қызығы бұл аялдама, бұл көшенің аты Фулхэм, яғни Фулхэм стрит. Фулхэм стритте Стэнфорд Бридж орналасқан. Ең қызығы Челси деген район бар, дегенмен футбольный клуб, яғни стадионның өзі де осы Фулхэм стритте орналасқан. Бұл бір біздің шығарылымның бірінші қызық факты. Айта өтсек, Фулхэм стадионы мен Стэнфорд Бридждің арасы 3 километр. Міне Фулхэм Бродвей стейшн. Станциядан шыққаннан кейін мінекей Челсидің де кішігірім осындай даладағы дүкеншіктері тұрады. Аялдамадан шығып, солға бұрылып, мінекей тікке 2 минут жүрсеңіздер, осындай көк түстерді байқауға болады. Яғни Челсидің үйіне Стэнфорд Бриджге келе жатырмыз, достар. Шарфтардың түр-түрі бар. Әрине Палмер, Челсидің қазіргі жұлдызы. Аңызға айналған жігіттер де тұр міне. JT Дрогба секілді. Біздің кішкентай кезімізде кумирлеріміз Дрогба астында да тұр. Мудрик те бар. Кайседо, Галлахер түр-түрлерімен. Фулхэм стрит өте шағын көше. Мінеге осындай перекупщиктерден билет алмаңыздар деген бір хабарлама тұр. Және көптен күткен мінеке Стэнфорд Бридж, Челсидің үйі. Стэнфорд Бридж, Home of Chelsea FC дейді. Расымен де керемет екен. Стэнфорд Бридждің бір қызығы, достар, мінеке осындай бір табло бар, яғни келесі матчқа дейін қанша сағат қалған көрсетеді. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда табло қалай ауысатынын, клубтың атын айтпай қойын, жақында осы мен болған бір клуб бар еді ғой. Әлі матчтың алдына дейін 3 сағат уақыт бар, атмосфера қатты сезілмейді, сондықтан қазір осы уақытты пайдаланып, Челсидің бір тарихынан көз жұмып қарауға болады. Стэнфорд Бридждің вест стенді, яғни шығыс кіреберісі, мінекей осындай жазулар бар. Бүкіл ұтқан трофейлер жаз қойыпты. Негізі өте керемет. Ондайды бірде-бір стадионда көрмеппін. Және Питер Озгуд, Челсидің аңызы, 70-ші жылдары ойнаған. Достар, матчтың алдында әлі біраз уақыт бар, сондықтан тамақтан алуға бір шешім қабылдадым. Лондонға келесіздер ғой, осы қалталарыңызды байқаңыздар, өйткені осындай бір кішігірім тамақтың өзі 8000 теңге тұрады. Және кола немесе басқа сусындар болса, минимум 2500-3000 теңгеден басталады. Негізі бар ғой, достар, осы тамақшы отырып бар ғой, андай ой келіп қалды. Осы үйдің тұрғындары қалай сезінеді екен өздерін? Матчдей болған кезде расымен де біраз қиналатын шығар. А представьте еще, олар Челси емес, бір Арсенал немесе Тоттенхэм болельшігі болса. Стадион жанында Millennium Hotel деген басқа отельдерде де орналасқан. Ал мінекей мен East Endке келдім, яғни осы Стэнфорд Бридждің шығыс кіреберісі. Ал сіздер білесіздер ме, Челси 10 жыл бойы КПР және Фулхэммен бірге тренировка жасаған болатын, яғни осы Стэнфорд Бриджден 10 жылға айырылған тұғын. Ол да өте қызық тарих. Негізі осы East Endті реконструкция жабылған кезде басшылар негізі ақшаны аса қатты санай алмай 1 миллион фунтқа асып кеткен еді
жоспарланған ақшадан. Сол кезде кризистің көкесі басталды. Мықты ойыншылар сатылды, клуб жоғары лигадан ұшып кеткен болатын, сосын мүлдем банкрот болып 1982 жылы қарыздарын жаба алмай стадионды салған компанияға қарызды жабу үшін Стэнфорд Бридж берілген болатын. Сол кезде достар, Кен Бейтс деген кісі осы Челсиді, яғни футбол клубын 1 фунтқа сатып алған болатын. Негізі енді премьер-лигадан ұшып кетіп, сол кезде өте қиын сәттер болған еді. 1 фунтқа сатып алып, 20 жылдан кейін осы клубты 140 миллион фунтқа Роман Абрамовичқа 2003 жылы сатқан болатын. Сонымен қатар 82 және 92 жылдары аралығында Челси жаңағы айтқандай КПР командаларымен тренировка жасаған болатын. Стэнфорд Бридж, яғни бұл стадион бұзылып, бұның орнына жаңа үйлер салыну керек еді. Дегенмен бұл құрылыс компанияда 10 жылдан кейін, яғни 92 жылы банкрот болған еді. Соң банкрот аттанғаннан кейін Челсидің басшысы Стэнфорд Бриджді өзіне қайтарып алған болатын. Достар, Стэнфорд Бридждің жанында осындай бір парк бар. Сол парктың ішінде көптеген адамдардың беттері жатыр. Енді неліктен осы жерге келдім десеңіздер, осы жерде, осы паркта Челсидің алғашқы жетекшісі Гас Мирс деген мырзаның бейіті бар, және шынымды айтсам керек, таба алмадым. Өте үлкен парк, өте үлкен жер, ойын басталуына шамалы уақыт қалды. Көптеген жанкүйерлерден де сұрадым, қай жерде екен деп, енді ешкім білмейді екен. Ал осы паркты толықтай іздеп қарау үшін көп уақыт кететін секілді. Дегенмен Гас Мирс деген мырза негізі 1912 жылы қайтыс болған еді, бірақ оның туыстары осы Челси футбол клубының 82 жылға дейін басқарған екен. Негізі достар, Челсидің тарихы осы Стэнфорд Бридждің жанында өте жақын орналасқан. Мен артында тұрған паб, яғни The Chelsea Gate деген паб, осы жерде жергілікті жанкүйерлер матчтың алдында жиналады. Ал бүгін мен бұл пабқа кірмеймін, өйткені біз басқа пабқа барамыз. The Butcher's Hook деген паб, яғни сол жерде осы Челси клубының тарихы басталады. Мінекей достар, Butcher's Hook, яғни қасапшының ілмегі. Өте бір қызығат. Стэнфорд Бридж стадионы осы жерде орналасқан. Ал осы паб мінекей тарихы неге зор десеңіздер, достар, Челси клубы осы жерде құрылған болатын. Яғни ең басында Стэнфорд Бридж немесе футбольный клуб Лондон деген ат қойылу керек еді, дегенмен соңында Челси деген атқа тоқталған болады. Ал достар, онда The Butcher's Hook осы пабқа кіріп, керемет атмосфера. Достар, енді бұл пабтың іші өте кішкентай екен, сондықтан аса қатты тоқталмай қойық. Өйткені алдыңғы влогта, яғни Челси Манчестер Сити арасындағы ойындағы влогты егер тамашаламасаңыздар, сол влогқа кіріп, осы пабтардың атмосферасы көрулеріңізге болады. Ал бүгін бізде VIP тикет, яғни енді VIP кісі болып Стэнфорд Бриджге кіріп, ойынды тамашалайтын боламыз. Достар, мінекей мына артымыздағы жылқыларды көріп жатсыздар. Өте үлкен екен. Енді жаңағы мына кісілерден артындағы сұраған болатын, пародасы қандай, мүмкін біздің Қазақстанға да осындай бір екеуін алып келеміз бе дегендей. Шынымды айтса керек, бұның пародасын білмейміз деді маған. Мінекей достар, көптеген туристер келіп жатыр, осы Millennium Hotelға келіп жатыр. Өйткені осы отельдің ішінде орналасып, негізі жайғасып, матчты көруге де болады. Мінекей тағы да екінші отель осы Стэнфорд Бридждің территориясында орналасқан Copthorne Hotel деген. Яғни Челси енді билеттерден басқа осылайда ақша табуға мүмкіндік бар. Ал мінекей осы жерде Челсидің коридор басталады деп айтуға да болады. Аңыздардың суреттерін, яғни осы тарихындағы өте бір есте қалған тұлғалардың суреттері, және ол туралы кішігірім ақпарат та бар. Мінекей Бранислав Иванович, достар, естеріңізде шығар, бұл жігіт чемпиондық маусымда Наполидің қақпасына да маңызды гол салған болатын. Сонымен қатар әрине Фрэнки Лэмпард. Енді Лэмпард туралы ештеме айтпаймыз, өйткені бұл жігіттің
маңыздылығы өте зор. Негізі мансабын Вест Хэмда бастаған болатын. Челсиге келген тарихы да қызық, өйткені оның әкесі сол Вест Хэмнің кезінде Вест Хэм аңызы болған еді, Вест Хэмда ойнаған еді. Сондықтан көптеген жанкүйерлер негізі Фрэнк Лэмпард по связи, по свойски кіріп кетті деген әңгіме болған еді. Сондықтан Фрэнк те осы Челсиге кетуге асыққан болатын. Ал енді Челсиге келіп аңыз атанған болатын. Джимми Флойд, мінекей, Джон Терри енді бәріңіз де білесіздер. Негізі Англиян тарихындағы ең үздік қорғаушылардың бірі Рэй Уилкинс. Көптеген мінекей Челсидің аңыздары. Ал қазір біз фан-шопқа кіретін боламыз. Вау, достар, мінекей Челсидің фан-шопы көптеген клубтардың фан-шоптарында болған, бірақ Челсидікі міне өте қызық көрінеді екен. Көк түстер негізі мерчендайзингке әдемі жатады, әдемі келеді. Бұрынғы логотиптегі спортивкалар да бар. Керемет, адам асағатты көп деп айта алмаймыз, өйткені әлі матчтың алдына біраз уақыт бар. Вай, достар, мінекей Чемпиондар лигасының реплика кубогы 2012-2021. Сонымен қатар Челси өте бір қызық рекорд жанатқан еді. Екі бірдей Европалық кубокты бір уақытта иеленген болатын. Ол әрине 2012-13 жылдары осы Европа лигасы мен Чемпиондар лигасы болатын еді. UEFA Суперкап, мінекей әйелдердің кубоктары әйел командаларын, яғни UEFA Cup Winners Cup, Women's FA Cup, тағы басқалар. Мінекей достар, мынау Челсидің биылғы маусымның жейдесі 79 фунт тұрады екен, ал басқа клубтармен салыстырғанда қымбаттау. Өйткені мен өзім Бормут қаласында оқимын, сол жақта тұрамын, және Бормуттың жейдесі 65 фунт. Достар, мына магазиннің ішінде енді оригиналдың иісі прям керемет шығып тұр. Thank you so much. Окей. Мына кісіден сұраған болатын, осы Челсидің ең бір популярный жейдесі кімдікі деп. My colleague. So you can't record. I can't record. Okay. Енді достар, осы жерде істейтін жігіттер бізді түсіруге болмайды деген белгі берді. Дегенмен керек ақпаратты біліп алдым. Енді ең танымал жейделер ол бірінші Кол Палмер, екіншісі ол Тиаго Сильва. Өйткені білесіздер, биылғы маусым Тиаго Сильва үшін соңғы маусым, сондықтан осы екі жейде ең популярны дейміз ғой енді. Сонымен қатар қанша жейде жасайсыздар деп, яғни нанесение бар емес пе, осы келген адамдардың қалаған санын немесе қалаған атын жасайтын жұмыс туралы. Ол туралы енді маған тура ақпарат бере алмаймыз деді. Дегенмен негізі осы дүйсенбіден жұмаға дейін 2 адам жұмыс жасайды. Ал осындай матчдей күндері бізде 4 адам жұмыс жасайды. Яғни енді 400-500 жейдедей жасаймыз деген болатын. Ал бізде міне VIP входқа келдік, яғни стадионға кіріп ойын тамашалаймыз. Hello, how are you? Do you live here? No, I'm from Indonesia and I'm studying in Manchester at the moment. Oh, really? As I know, you're a supporter of Chelsea, right? Yeah. How long you support Chelsea? I've supported Chelsea when Chelsea beat the Barcelona team in 2000 and when was it? 12 or 10? I forgot. You mean which one? It was in the Champions League in the semifinals, yeah. Yeah. When Fernando scored. Torres, yeah. That's good. Yeah. Okay, I have a question. Like, if you can take one player from Tottenham, who it would be? One player? Yeah, from Tottenham. Heung-min Son, I think. Heung-min Son, yeah, that's great. I think that's the only good player there. Okay, if you would give one player to Tottenham, which player it would be? It's a difficult question. Try to say, maybe you don't like someone in Chelsea squad. I don't have anyone in particular, but I would give... it's a hard question. Nicholas Jackson has been... he's not been good, so I think I'll give him. Okay.
Thank you so much. Николас Джексон, достар, енді өздеріңіз де білесіздер, алдыңғы ойында, алдыңғы влогта түсірген болатын. Біз расымен де Ман Ситидің қақпасында көптеген мүмкіндікті жүзеге асырамай бірде-бір гол салмаған болатын. Керемет атмосфера, мінекей жанкүйерлер де жиналуда. Челсидің жанкүйерлері енді өте мықты, алдыңғы влогта көрдік. Бүгін енді біздің влогымыз осы Челси стадионы туралы, яғни тарихы туралы жанкүйерлермен кейбір сөйлесіп, және енді матчтың атмосферасын өзімізде VIP трибунадан тамашалайтын боламыз. Достар, өте қызық сәт. Осы жерде Азиз досымызды кездестіріп қалдық. Азиз, ассалаумағалейкум, қалыңыз қалай? Ассалаумағалейкум, жақсы, қалайсыз? Жақсы, рахмет. Қай жерден боласыз, Азиз? Мен Нөкістен, Қарақалпақстан. Қарақалпақстан. Енді екеуміз бір тілде сөйлей береміз. Болды, түсінеміз ғой бір-біріміз. Лондонда жүргеніңізге қанша уақыт болды? 2 жылға шамаласты ғой. 2 жыл. Бір жарымыздан өтті, 2 жыл болды. Немен айналысасыз Лондонда? Мен осы Стефорд Бриджде істеп жатырмын. Рас па? Стадион тазалаймыз деген. Мәссаған. Осы Стефорд Бриджде. Өзінде. Челсидің жанкүйерісіз бе? Фанат. Фанат емес едім, осы жерде істеп фанат болып кеттік қой. Қале-қалеме деген. Иә. Негізі жұмыстан билет бере ме? Билет берілмейді. Бермейді, да? Берілмейді. Ойынды көріп пе едіңіз негізі? Итак ішінде кіріп, көріп жүре бересің, былай-былай жүріп деген. Ар жағында стадион, мына бір шығып кетті, мына бір шығып кетті. Жұмыс қалай? Жұмыс мощный ғой. Да. Енді өзіме ұнайды. Ұнайды. Секрет болмаса, біздің жанкүйерлерімізге, көрермендерімізге айлық қанша деген сұраққа жауап бере аласыз? Айлық күніге 8-9 сағат істейміз. Овертайм деген болады, где-то 2 сағат қосып береді, кейде 10 сағатқа барады. 12 фунттан сол. Енді ана ұстайтыны бар дегендей, налог такс ұстайды, кейін медстраховка ұстайды, ничего не істейді. Сонымен, в общем, бір 100-ге шамалы шығады, 100 деп қойып. Жақсы, иә. Лондондағы өмір қалай, өзіңізге ұнай ма? Лондон жақсы, мощный. Лондонға келіп, әйтеуір жұмыс тауып, ептеп істеп кетсең, онда болады. Челсида, Стефорд Бриджде жұмысты қалай тауып жүрсіз? Өте бір қызық жұмыс қой негізі. Тур прямой келдім, өзім келіп, осы жерде неғып жүрген екен. Біреу осында. Былай дөңгелектерді тазалап неғып жүрген ғой, сонымен бардым прямой. Бір бразилец екен. Соны сұрадым барып. Бізде де жұмыс істеуге бола ма, осы жерде болмай ма деген. Сонымен несіне апарды. Жаңа менеджері болады ғой. Сол менеджермен апарып документтерді көрді. Сразу бір 2 аптадай күттім. Интервью болды. Кейін одобрение берді сонымен. Керемет. SMS келді ғой неге, Gmailға. Жұмысқа шақырамыз сізді деп. Тамаша. Сіз енді ағылшынды меңгергенсіз ғой? Жоқ, шала. Бірақ енді сөйлесе аласыз. Интервью қалай болды дегенім ғой? Интервью болғанда немен бардым, переводчигімен бардым. Бірақ документ как положено болғаннан кейін. Енді бұл жерге основном не керек емес қой тіл. Иә. Бүгінгі ойында қандай нәтиже болады деп ойлайсыз Тоттенхэм мен Челси арасында? Енді Тоттенхэмде көбі барлық бүгін ұтылсын деп отыр ғой деймін, по идее. Иә. Біздің Челси ұтады. Ұта ма? Мен өзім счет 2-0 болады деп ойлаймын. Достар, міне жаңа Азиз көрсетіп жатыр. Біз осы жергілікті фанаттармен сөйлесіп жүрген кезде міне ойыншылар келген сәт. Және кімнің сонның қолын ұстадыңыз ба? Видеода бар, иә? Кореец қой, иә? Иә, кореец, міне сон келе жатыр. Бүгін гол соғатын сияқты осы жігіт. Иә, жақсы ойнайды, міне сон. Міне. Ай! Қай, мына қолыңыз ба, оң қолыңыз ба? Маған бір беріңіз. Мінекей осы жерде бір өте қызық. You're from Korea, right? South Korea, come on! We are from Germany. Germany. When did you come here? Yesterday. Only for the match. Oh, really? Yeah. How much ticket was cost for you? We did buy on the Chelsea side for $240 each person. Very expensive. Expensive, yeah. What about you? How much tickets? Same price. Same price. Yeah. Okay, guys, it's really good one. You are supporter of Chelsea, right? Of course. You are supporter of Tottenham. Of course. Okay, what's the prediction, guys? Well, I hope Son has today a very bad day, so Chelsea can win. But I don't like Pochettino, but he comes to Chelsea to win against Tottenham. So I say Chelsea gonna win 3-1. 3-1. Yeah. Okay. Cole Palmer will score 2 goals. Wow. Okay. I don't like conflicting. Simple is 2-1 because 2-1 is Tottenham win. Because 감독 이름 뭐였더라? 여기 원래 포체티노 director is so good, but
Sonny is in Tottenham. Yes. Okay, Yeah, that's good. so 2-1, 3-1. And your Again, prediction? My prediction is I hope Tottenham makes again 2 red cards like the last game. And then I say 3-1 Chelsea. I hope it. All the way. We come from Germany to see a win, not a lose. Okay. So. Can you say in my language, Kazakh language, Alga Chelsea? Kazakhstan? Yeah, I'm from Kazakhstan. Oh, привет, братан. Ah, you know it. What say? You can say Alga Chelsea. Ауға Chelsea. Yeah, you can say Alga Tottenham. I got Tottenham. That's good. Достар, мінекей осындай керемет атмосфера. Бізде стадионға кіреміз, міне Millennium деген ресепшн, осы жерден біздің жолымыз басталады. Thank you so much, guys. Достар, енді VIP билеттің арқасында осындай міне керемет столда отырмыз. Матчтың басталуына 1 сағат уақыт бар, бізде дайындалудамыз. Негізі осындай бір керемет атмосфера, иә. Адамдар тикетпен отырып, мінекей тамақтанып, сөйлесіп, және ойынға дайындалуда керемет бүкіл условиялар әдемі жасап қойған. Енді кейбір жерлерде әрине түсіре алмаймыз, өйткені Челси клубының талапы осындай, дегенмен енді көрсете алғанымызша сіздерге көрсететін боламын. Достар, енді мінекей осындай тамақ алып келуде бізге. Челсидің осындай матчтың алдында журнал беріп, мінекей ал VIP билет дегеніміз осындай. Достар, міне осындай VIP ложаның атмосферасы осындай, ал біз енді ойынымызға да аттанудамыз. Ойын басталуына 5-10 минуттай қалды. Негізі уақытта келіп қалған секілді, иә. Бүгін енді өздеріңіз байқағандарыңыздай Лондон жаңбырлы, өкінішке орай енді ойыншыларда жаттығу жиынын аяқтап, мінекей қазір ойынға шығуға дайын. Керемет. Өз басым енді Стэнфорд Бриджде болған екінші рет болып жатырмын. Стэнфорд Бридждің атмосферасы бөлек. Бұл стадион негізі бұрында стадион формасы басқаша еді. Қазір енді андай 4-3 формасы бар. Және акустикасы енді Эмирис сияқты стадиондармен салыстыра алмаймыз, дегенмен өзінің бір керемет атмосферасы болатынына сендім. Мінекей достар, ойыншылар да шығуға дайын. Трибунаның астында мінекей шығып жатыр, Кукурелен шашын көріп жатырмыз. Клубтың жұмыскерлері мінекей газонда тағы да бір тексеруде. Негізі бар ғой, біздің Қазақстандағы стадиондарға осындай флагтар жетіспейді, флагтар қараңыздар. Кішігірім бір элемент болса да керемет атмосфера жасайды. Мінекей мына жақта Chelsea Spurs деген керемет баннер шығуда. Қателеспесем мүмкін Chilwell секілді. Ал мына жақта мінекей осындай баннер. Say hello. Chelsea. Мінекей достар, ойыншылар да шығып қолдарын алысуда. Ана жақта Челси жанкүйерлері, Тоттенхэм жанкүйерлері осы жерде отырады. Бүгін аса қатты көп емес екен байқаудамыз. Ана жақта мінекей Почеттино. Ал мына жақта енді бақтарды алып тастауда. Әлі де адам толық кеп үлгермеген, көбісі кешігуде. Лондонды білесіздер, өте бір популяциясы көп қала, сондықтан пробка жолдың өздерде біраз уақыт алатын айданады. Ана жолғы влогта енді достар Сити мен Челси арасындағы ойынды түсіргенбіз. Кол Палмер болмады, Палмер ауырып қалған тұғын ойын алдында, суық деген секілді, иә. Егер осы Челси сайтына қарайтын болсақ, бүгін Кол Палмер ойында, яғни Палмер, Копан, деген өлеңді әрине еститін боламыз. Ең жақсысы достар, енді бүгін VIP трибуна, сондықтан біз отырып қарайтынына сенімдімін. Ойыншылар дайын, бізде дайынбыз. Ал сіздер Parimatch YouTube арнасына тіркеліп, осы видеоға лайк басып қойыңыздар достар. Достар, енді бүгін бізге полені аса қатты түсіруге болмайды. Мудрик. Жаңағыны Джексонның керемет мүмкіндігі болған еді. Бірақ Джексон бүгінде ойынды өте сәтсіз, өте нашар бастауда.
Ай-яй-яй, алғашқы минуттарда 100% мүмкіндік болды. Негізі Стэнфорд Бридж сәл ескіріп қалғанында сезіледі. Ана Челси футбол клуб деген жазудың сол жағында мінекей сәл ескіріп жатқанын көрудеміз. Дегенмен стадион атмосферасы керемет. Ар жақта Истендте, яғни Тоттенхэм жанкүйерлері отыр. Достар, алғашқы гол соғылды. Есеп 1-0. Чалоба! Керемет стандарттық жағдай мінекей жанкүйерлерде орындарынан тұруда. Керемет. Опа, варды тексеруде. Гол! Саналды! Модрик! Достар, 31 минут, міне енді Челсидің жанкүйерлері әнұранды айтуда. Және бәрі орындарынан тұруда. Кезінде бәрі мен Селтик командасының ойында болған ем. Ой! Михаил Мудрик. Керемет мүмкіндік болды. Сол айтқым келгені. Кезінде мен Селтиктің ойында болғам, Селтик паркта. Және ол жерде өзіндерінің бір традициялары бар. Мысалы, 75 минут ауден хаги істейді. Яғни бүкіл жанкерлер құшақтасып, орындардан тұрып, стадионға емес, стадионнан теріс қарап, 1 минуттай осылай билет секіріп тұрады. Сондай бір әр команданың өзінің традициясы бар. Ал сіздер білетін традицияны комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Достар, енді ойынның 43-ші минуты. Керемет дегенмен бар ғой, енді ойынға бір сәл голдық сәттер жетіспейді. Челси керемет қорғануда. Бірақ бар ғой, соң бізге өте жақын ойнауда, біздің сол жақ қапталда ойнап жатыр, бізге жақын көрінеді. Сонды әріптестері көп көрмеуде сол бір қателік деп ойлаймын, өйткені соңға қарсы жас ойыншы ойнауда, 42-ші нөмірлі. Және енді тәжірибенің арқасында соңғы деңгейін білеміз. Керемет бір дриблингпен өтіп кетіп, қауіпті сәт жасауға болады дегенмен, кәріс ойыншысы допсыз көп ойнауда. Бірақ ең өкінішті сәт бүгінгі кездесуде мен ойымша ол осы 3 орындық бос тұрғаны мен ойымша бар ғой. Өйткені біздің ауылдан бір 3 баланы алып келсең, осы жерде ләззаттанып тамашалаушы еді осы кездесуді. Достар, осылайша бірінші тайм артта қалды. Есеп 1-0. Біз өз әріптестерімізді кездестірдім. Саня и Дима, да? Да. Саня, расскажи, пожалуйста, как атмосфера? Атмосфера огонь, матч кайф, все супер. Ты мне сказал, что это твой первый матч, правильно? Да, первый матч, первый раз на стадионе, первый раз футбол в UK и в целом, поэтому эмоции кайф. Да. Дима, расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, ты немножко далек от футбола, да? Но в целом, вот как человек, который не сильно смотрит футбол, нравится ли атмосфера на стадионе? Атмосфера обалденная, но, если честно, я даже не ожидал. Во-первых, кажется, что поле, оно такое близкое, по телеку оно все далекое, ну и сама атмосфера, как люди реагируют, шикарно вообще. Мы просто еще не видели настоящих болельщиков. Мы сидим на вот этой трибуне, здесь ребята немножко ленивые. Вот там настоящие страсти. А какими судьбами вообще здесь? Париматч дал билеты, поэтому спасибо Париматчу. И за эмоции, за вечер, кайф. Супер. Ну, я правильно понимаю, вы работаете с Париматч Украина, да? Нет, скорее с Париматч Латам и Париматч Индия. Даже так? Даже так. Круто. Дима, ты чем занимаешься? Я работаю в компании Vaplay продакт-менеджером. Вот. Развиваю продукты, связанные тоже с беттингом и с казино направлением. Достар, екінші тайм. Мінекей біз десертімізді алудамыз, ал біздің Украинадан келген достарымыз. Мінекей олар тамағын ішіп үлгермеген, сондықтан енді тамақтанып жатыр. Достар, екінші тайм басталуда. Есеп әлі де 1-0, бірақ Тоттенхэм өте белсенді бастауда. Ал бізге енді Мудрик өте жақын ойнайды. Бүгін Михаилды тамашалайтын боламыз, бірақ мен ойымша бір 20 минуттан кейін бұл жігітті
ауыстыратын секілді. Ойыны жақсы жүруде негізі бірінші жолы адаптация расымен де енді келесі маусымда мүмкін толыққандай украин футболшысының ойыны ашылатын шығар. Ой-ой-ой-ой! Гол! 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 Dostlar, есеп 2-0, керемет гол. Не деген соқты. Ай-ай-ай, және Джексон өз голын салды. Михаил Мудрик ойыннан кетуде. Айттым ғой. Бұл жігіт әлі де 90 минутқа дайын емес, ол көрініп тұр негізі. Челси жанкүйерлері керемет көңіл күйде. Енді лондондық дербиде жеңіске жету әрине. Бұл енді үш ұпай ғана емес, бұл менталдық тұрғыда да өте бір керемет әсер беретіні анық. Бірақ әлде Тоттенхэм шабуылдауда дегенмен бүгінгі ойында өте баяу ойнауда. Оның себебін сіздерге айтып жеткізу қиын негізі. Алфи Гилкрис ойыннан кетуде керемет ойын өткізді. 85-ші минут достар, мінекей мына жанкүйерлері керемет, өте керемет көңіл күйде көріп жатсыздар. Енді бұл ойынның ешқандай интригасы қалмаған шығар. Жалғыз интрига ол әрине престиж голы, жұбаныш голы. Ол болса да болмаса да бүгін негізі Челси жеңіске нақты ойнады деп айта аламын. Галахер. Уақыт созуда Палмер. Тоттенхэм соңғы шабуылдардың бірін ұйымдастыруда дегенмен енді бүгінгі кездесуде Челсидің қорғанысы туралы айтайық. Өте керемет сауатты ойнады, позициялық ойында да өте мықты ойнаған болатын. Ең маңыздысы соның арқасында шабуылшылар енді мүмкіндіктерін жүзеге асырып жеңіске, яғни 3 ұпайға қол жеткізіп жатыр. Ал Тоттенхэмге бүгін айтқанымда енді сәл ширақ қимылдар жетіспеді. Everything's gonna be alright дейді. Яғни бәрі жақсы болады дейді Челси жанкүйерлері. Челсидің өлеңі осындай. Достар, керемет кездесу. Бұл видеоға лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Әрбір Челси фанатын құттықтаймыз. Расымен де лондондық дербидегі жеңіс бұл 3 ұпай ғана емес. Бұл әрине эмоционалдық тұрғыда да әрбір мені кетіп бара жатқан жанкүйер үйінде бүгін мүмкін әйеліне бір сыйлық беріп, бір комплимент айтып, баласының бір басынан сипап, ұлым жарайсың деген сөзді естіп қалатында шығар. Осы команда бүгін жеңіс сыйлады. Сіздермен бірге болған Мұрагер Мұратов, Париматч YouTube арнасы. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар достар.